Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Мөлдір. Бүгін біздер мынандай ең керемет және де өте оңай дайындалатын торттың бірі черный лес деген торт дайындайтын боламыз. Ешқандай да қиын емес, өте жеңіл әрі оңай жасалынатын торттың бірі. Қонақтарыңыз келетін болса, осы торт жасауға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийға жазып, лайк басып және де подписаться етуіңізге болады. Өте оңай жасалынатын торттың бірі, дәмі де тіл үйреді, өте нәп-нәзік кәдімгідей жасап көрсеңізге болады. Жасауда да өте оңай, шоколадный бисквитпен де сіздермен бөлісемін, өте оп-оңай жасалынатын торттың бірі. Өте сондай күшті, өте дәмді, менің қонақтарыма ұнады. Алдымен бисквит дайындап аламыз. Бисквитті дайындау үшін бізге жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызды тек қана миксермен араластырамыз. Бірінші жақсылап тұрып миксердің өзімен араластырып аламыз. Көпіргенге дейін жақсылап көпіріп, көлемі де ұлғайғанға дейін араластырамыз. Сосын жаймендеп, скоростін көтереміз де, жаймендеп қана секерін қосамыз. Секерін қосқан соң көлемі де үлкейетін болады. Өте жақсы дайындалатын торттың бірі, жасап көріңіздер. Жақсы болып, көлем ұлғайып, жақсы болып, бір келкі масса болғанға дейін сүтімізді қосамыз. Сүтті қосқаннан кейін сұйық майымызды қосамыз. Көп қатты араластырудың қажеті жоқ. Самал араластырып, ұнымызды, какаоымызды, разрыхлитель, яғни қопсқышымызды бір ыдысқа салып, жақсылап тұрып араластырып, електен өткіздіреміз. Електені жайменде өткіздіре отырып, миксердің жайлы скоростіне салып, осылай араластырамыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болған соң, бір келкі масса болғанға дейін 18 диаметрлі ыдысымызға салып, 160 градуста 50-60 минуттай пісіріп аламыз. Бисквитіміз дайын болған соң, ағаш таяқшамен болсын, осындай етіп тексеріп аламыз. Міндетті түрде пісті ме, піскен жоқ па, соны қарауымыз қажет. Пышақпен торттың жанын барлығын осындай қылып ыдысынан босатып аламыз. Босатып алған соң, пленкамен бетін орап тастаңыздар. Бетін орап тастасаңыздар, 2-3 сағат холодильникке салып қойсаңыздар, ол бисквитіңіз өте сондай дәмді және де өте жұмсақ болып шығады. 3 бөлікке бөліп, осындай кремді жағып, кремнің ортасында осындай консервированный шие, вишня яғни, соны салып, осындай қылып салып қоясыздар. Маған крем дайындау үшін ешқандай да бір қиындық түспеді, өйткені крем дайындау үшін мен клейгейді, сүзбелі ірімшікті, сосын қант ұнтағын үшеуін барлығын бірге қосып араластырған болатынмын миксермен. Сосын мынадай менде крем болып шықты. Клейгей міндетті түрде салқын болу керек, холодильникте, яғни тоңазытқышта 1 тәулік бойы тұру керек. Өзіңіздің қалағаныңызша торт әсемдеуге болады, өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Осымен біздің торт дайын. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.